көп әйел алуға тыйым салу керек деп қатындардың жаны кіріп қалды. Ол аржаны ойлап отқан жоқ не болатынын. Өйткені атам қазақ айтады, әйелдің шашы ұзын, ақыл қысқа болады дейді. Ол ер адамның анау 10 жылға, 20 жылға, 50 жылға қойған жоспарын ол әйел ойлай алмайды ол. Ол бүгін тамағы, ертеңгі шайы болса, ары қарай ол ойлай алмайды. Ол Алла тағала солай жаратқан, ол мен кемсітіп отқан жоқпын. Әйел заты кеміс, ол жар емес деп отқан жоқпын. Ата бабам соның бәрін көріп бекер айтқан жоқ. Әйелдердің жаны кіріп атқаны бір бай бір өзіне қалатын болды да. Меншік деп алды да. Байды баласы құсатып, меншік деп алды. Рахаттанып, болды байым өзімдікі. Бөліспеймін ешкіммен деп отыр да. Ал есесіне ертең жәлептер көбейеді. Есесіне зина көбейеді. Лесбиянкалар, бір жыныстылар көбейеді. Пидораздар көбейеді. Рас қой. Оны атымен ата көрік солай. Сосын мынау Қытайға, кәпірге, үндіске, негрге тию басталады. Қайтадан қазақ қыздары. Сен алмасаң, мен алмасам, қайда барады байқыз қыздар? Отырып қалған қыз, жесір қалып кеткен келіншектер. Мысалда, байынан ажыраған, жаңағы зәбір көріп, ажырап қалған қыз келіншектеріміз қайда барады олар? Ол мынау кешегі шығайын деп жатқан заң, айтылып жатқан әңгіме, көп әйелді тоқтату керек деп жатқан. Осыған алып барады. Сіз түбегейлі қарсымын. Егер мен президент болсам, керісінше жігіттер қамқор болыңдар қазақтың қыздарына. Болады ол. Ажырасып кету, қайтадан үйленіп талақ беру болады ол. Сен бірінші үйленген қатынменді бақытты болған сәлем шамалақ қой. Мысалда, оған да талақ беріп отыр. Мына бәлені құрту керек. Мынаны баланың қолына, қатынның қолына беруге болмайтын дейді. Берсең де андай бір не ойластырып табу керек ана. Тек сөйлесетін қалып ше. Мынадан мысалы, мынадан үйіңде отқан қатынға не пайда бар айтшы? Мемлекеттік наградаға ұсынылған Қазақстан Республикасы Тоқалтану академиясының академигі деген, міне, пожалуйста, алып керек болса. Кімде бар осындай? Иісі қазақта бір жігітте бар ма осындай тақ? Номері дейін тоқалтанушы.